Бұл бағдарламаға келмес едім, өйткені оң қолың берген соң қол білмесін деп айтады. Біз көп көмектестік, көп жерге көмектесеміз, бірақ айтпаймыз, ұят шығар енді, бір бергеніміз айтқан ұят шығар деп айтпағанбыз. Соны Нұрлан аға айтады да, сіздер айтпасаңыздар болмайды осыны. Мысалға, осы Мақтарлы ауылына Долқынтай Абдухилил деген ағамыз 11 миллион бөлді. Ағамыз 11 миллион бөлінді. Одан мына неде Арыста болған жағдайда осы Югорский культурный центр, Алматы культурный центр екеуі бөліп, 11 миллионнан бөліп, тоже көмектесіп, үй құралдарын, материалны помощпен бәрімен көмектесті. Енді мысалға осы тағы бір апамыз бар, Гүлжахан Мұратовна деген зейнеткер апа, өз 80-нен асып кетті. Бірақ осы уақытқа дейін 24 үй көп бала аналарға 24 үй беріп жатыр. Осы 25-ші үйін берем деген кезде мына карантин басталды, бірақ елдер қиналмасын деп 3 миллион Жаркент ауылына, Талдықорған районына 3 миллионға продукты жіберді. Ұйғыр ауданына 2 миллионға продукты жіберді. Алматы қаласына почти 3 миллионға дейін қаражат жұмсап, көмектесіп жатыр да. Техноград деген компания бар, техникамен жұмыс істейтін. Ол кісілер бүкіл мектептерге, өзіміз осы ауыл жақтағы мектептердің бәрін компьютермен, оқу білімдік керек нәрселермен олар қамтамасыз етіп жатыр. Енді базар, үміт базары, тағы Ниет спорт школы, Бахар спорт школы, тағы да Нур спорт школы деген балаларымыз бол. Енді ол жігіттер бізге көмектесіп, чтобы давай беріңдер, сенімді адам, танимыз шатлықты, көмектесіңдер, қолдаңдар деп, ол кісілердің айтуыменен біз енді солардың несі болып кеп, енді менен үлкен адам келу керек негіз берге. Бірақ Нұреке, жоқ шәке өзің барасын, бармасаңыз болмайды. Айтыңыздар, қашанға дейін айтпайсыздар. Енді біз Алланың бір Алла білсе болды деп істеп атқан жұмыстарды енді ол кісілер жоқ, көрсетіп айтайық, көрсін енді. Кішкене біреуге үлге бола ма екен, біреу көрсе тоже сондай жұмыс істей ме екен деген мақсатпен ақ келіп отыр.